қайырлы күн. Бүгін мен сіздерді биология пәнінен оқушылардың оқу жетістіктерін қашықтықтан бағалау үшін қолданылатын сандық құралдармен таныстырамын. Бірінші FET симуляциялары, екінші Learning Apps интербелсенді оқыту құралы, үшінші Google Forms. FET интербелсенді симуляциялар құралы көзге көрінбейтін биологиялық құбылыстарды графикалық визуализациялау арқылы ұғынуға мүмкіндік береді. FET цифрлық құралын қолдану бірқатар артықшылықтарға ие. Негізгі бетте тілді өзгерту, пән таңдау, тақырыпқа қатысты симуляциялар таңдау, симуляцияны жүктеп алу, мұғалімге тапсырма бойынша нұсқаулық ұсынылған. Мысалы, жүйке ұлпасының қызметі және оның құрылысы тақырыбындағы сабақтың алғашқы кезеңінде FET симуляциясын қолдандым. Бұл құрылғы арқылы оқушылар нейронға стимул беріп, нейрон мембранасы арқылы натрий мен калий иондарының қозғалысын бақылады. Мембрана өткізгіштігінің қалай өзгеретінін және мембрана беті мен ішкі электрлік зарядтарын анықтады. Әрекет потенциалы диаграммасындағы өзгерістерді қолданып, үдерістің реттілігін сипаттады. Оқушыларды бағалаудың келесі құралы Learning Apps. Бұл сандық құралдың келесі мүмкіндіктері бар. Мысалы, жеке немесе жұптық жұмысты ұйымдастыру, оқу жетістігін бағалау. Бұл цифрлы құралдың негізгі бетінде пәнге байланысты тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жаңа жаттығулар бөлімінде мұғалім оқу тілінде жаңа тапсырмалар дайындайды. Тапсырмалар менің жаттығуларым бөлімінде сақталады. Бұл цифрлы құралдың мұғалім үшін артықшылықтары бар. Бірінші, тапсырмаларды кез келген уақытта қайта жөндейді. Екінші, тапсырмаларды оқушыларға ұсынуға, ғаламторға жариялауға мүмкіндігі бар. Үшінші, нәтижені бақылайды. Мысалы, мына аксонның изоляциялануы тапсырмасын орындату сабақтың жаңа білімді бекіту кезінде қолдануға ыңғайлы. Менің сыныптарым бөлімінде мұғалім сынып оқушыларын тіркейді, дайын тапсырмаларды сақтайды. Оқушылар орындаған тапсырмалардың нәтижесін статистика көрсетеді. Жасыл ұяшықтар тапсырманы толық дұрыс орындағандарды, бос ұяшықтар тапсырманы соңына дейін орындамаған оқушыларды көрсетеді. Сұрау белгісі бар ұяшықтар тапсырманы жай ашып көргендер болып табылады. Сонымен қатар активация бөлімінде тапсырманың орындаған уақыты мен оқушының қанша рет әрекет жасағанын көруге болады. Қашықтықтан оқытуда қолданылған оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың келесі құралы Google Forms сандық құралын атап айтсақ болады. Google Forms'ты оқушыларға жеке кері байланыс беруде және оқушылармен орындалған тест тапсырмасын автоматты нәтижесін алуда қолдануға болады. Жоғарыда айтылып өткен бағалауды ұйымдастыруға қолданылатын сандық құралдарды қашықтықтан оқытуда қолдану оқушылардың қызығушылығын арттырып, оқу мақсатына жетуге ықпал етеді. Барлықтарыңызға сәттілік.